Ады санамын, әжемен анаңға жұбаныспен. Десе де бір көмегім, бебемді қарасамын, бәріне үйгенемін. Мен сондай тамашамын. Мен Нұрбай Айназ, әжем анам шешіне қайтысуына дайынмын. Қызым, мынау құрт деген тағам қазақтың. Бұны түйенің сүтінен жасаймыз. Оны қазанға құйып қайнатамыз. Одан қазанда қайнап болған соң, оны үстіп жасап, кептіреміз. Бұл түйенің құрты. Енді сиырдан да құрт болады. Мына сиырдың құртын бұны қатық қылып ұйытып алып, қалтаға құйып, сосын барып жасаймыз бұны. Әжена құртты қалай жасайды? Бала, мынадай қылып жасайсың мінекей. Қолмен қысып, оны кептіресің сосын. Құрт адамға пайдалы. Ішінде кальций мол. Сондықтан балалар құртты көп жеу керек. Мана, неге қызығы? Қызым, қазіргі заманға сай әртүрлі құрттарға түрлі түсті бояуыштар қосып жасаймыз. Әжем шағын ән айтып берем. Ой, айналайын, айтып бере ғой. Айналайын, түсіндің бе құрттың қалай жасалатынын? Мына 4 түлік малдан әртүрлі тағам шығады. Түйеден құрт, бал қаймақ, сиырдан, ешкіден, қойдан, ірімшік, брензі басылады. Түйеден де ірімшік басуға болады, брензі де жасауға болады. Бірақ одан аз түседі, көбі су болып кетеді. Сондықтан көбіне оны қолданбайды қазақтар. Сиырменен, қойдан, ешкіден алады ірімшік пен брензіні. Айназым осындай 4 түлік малдың еті, сүті бәрі құнарлы, жанға жай, баққан адамға өте пайдалы. Осы малдың пайдасының көп екенін біліп жүр Айналайын. Ой, жаным.